Арма қазағым, ежелгі ғасырда қызға 40 үйге тимеу деген заң болған. Сол заңды біздің заманауи қазағымыз қызға 40 үйден тию деген нәрсеге айналдырып жіберген. Яғни біздің заңымыз қызға 40 үйге тимеу деген не туралы болады? Ол заң әйел адамның қыз баланың құқығын қорғау үшін ойлап тапқан заң болады. Ол заңның ішінде 40 үйдің тізімі бар. Қандай үйге қыз баланы беруге болмайды. Біріншіден, қыз баланы көп ағайыны бар үйге беруге болмайды. Себебі ол жалғыз келін болса, ол жерде ол малайға айналады деген түсінік болған. Сонымен қоса, ақылы аз, ақауы бар, кеміс, мүгедек еркекке қыз баланы беруге болмайды деген. Ажырасқан еркекке, жесір еркекке қыз баланы беруге болмайды. Себебі жесірге тек қана жесір әйел үйлене алады. Ал ажырасқан еркекке тек қана байдан қайтқан әйел тиюге оның тек қана құқығы бар деп түсінген. Сонымен қоса, қыз баланы тағы да өзге ұлттың өкілдеріне, діні бөлек өкілдерге беруге болмайды деген. Және қыз баланың құқығы бұзылып жатса, қыз бала хан я болмаса бидің алдына барып өзінің айыбын айта алған. Ол жерлерде әкесі мен шешесі қыз баланы саудаға сала алмаған. Себебі қыздың құқығы бұзылып жатса, қыз сөйтіп жаңағы үлкендердің арасына барып, алдына барып, осындай қылып мені саудаға салып жатыр деп айта алған. Бір кеміске беріп жатыр, бермеу керек дегенге беріп жатыр деп айта алған. Сонымен қоса, мына заңның ішінде ағайынға беруге болмайды деген зат жазылған. Сөйтіп, біздің заңымыз негізінде өте керемет болған және қыз баланың құқығын толық қолдаған. Ал қазір болса, енді ашаршылықтан кейін қазақтың оның көбісі енді дәстүрлерден нелерден біз айырылған соң, тілден нелерден, себебі үлкен кісілер өліп кетті ғой. Соның барлығын бұрмалап алып, еркектер өз ыңғайларына келтіріп алғанда, ал жаңағы қызды ауышқа бермеу керек, мүгедекке бермеу керек, ажырасқан бермеу керек, ұрыға, адам өлтіргенге, өсекке қалған еркекке бермеу керек деген нәрселердің барлығын жойып тастап, алып тастап, осындай қылып бұрмалап алған. Аман болыңыздар, қазағым.